Тектілік пен парасат терең білім, бойда тұнған сыйламас өренді кім. Кеше ғана жаныңда жүрген ерің, сағыныш боп түсіңе енер бүгін. Қатал тағдыр ойнатып ойран дауыл, батырарын сездік пе ойлар қауыр. Қапияда ажалдың оғы тиіп, қайырылмастан кеттің бе қайран бауыр. Адал мінез, ақ жүрек, серік көңіл, көкжиекке сіңді бір елік өмір. Ентелеген ажалға жанын қиды, еркелеп те үлгермей еліне бір. Өмірдің ынтық қып арла лемі, көзін биік шыңдарға салған еді. Жан адамға жамандық тілемейтін, дос туысқа, бауырға қорған еді. Өнегелі ғұмыр иесінің бірі Сатыбалдин Берік Сарқытбайұлы еді. Берік 1974 жылдың 27 қаңтарында Шалқар ауданының Қосқақ елді мекенінде дүниеге келген. Балалық шағының топырағы туған жердің қарапайым тіршілігімен, ауылдың ақ көңіл адамдарымен, отбасының тәлім тәрбиесімен астасып жатты. Мектеп қабырғасынан білім алып, жақсы тәрбиемен қанаттанған Берік өмірдің әр белесіне жауапкершілікпен қадам басты. Адам баласының жүрегінде әке деген сөздің орны бөлек қой шіркін. Әкенің алақанымен еркелеп, иығына мініп, ақылын тыңдап өскен бала өзін өмірдің дауылынан қорғансыз сезінбейтін бе еді. Ал небәрі 2 жасында әкеден айырылған Берік үшін балалық шақтың ертегісі ерте үзілді. Әке мейірімін сезініп үлгермеген сәби тағдырдың салмағын тым ерте арқалады. Әкеден қалған бос орынды анасының аялы алақаны толтырды. Роза анасы балаларын бауырына басып Шалқарға қоныс аударды. 1991 жылы Шалқар қаласындағы номері 1 орта мектепті тәмамдап, сол жылы Ақтөбе ауыл шаруашылығы техникумына оқуға түседі. Оқу орнын аяқтаған соң Алматы қаласында шекара әскерінің қатарында азаматтық борышын өтейді. Ел алдындағы азаматтық міндетін абыроймен атқарып, туған жерге оралғаннан кейін білімін әрі қарай жалғастыруды мақсат етті. Берік үйдің кенжесі болғанымен, кенжеліктің еркелігін көп көрмеді. Ағасы Серік екеуі ер мінезді, өжет болып өсті. Анасына да, әпкелеріне де қамқор болуды бала кезінен үйренді. Өйткені әкеден ерте айырылған шаңырақта ер азаматтың жауапкершілігін сезіну олардың мойнына ерте түсті. 8 сыныпта оқып жүрген бала Берік пен ағасы Серік өз қолдарымен сарай салды. Кеше ғана мектеп партасында отырған бала үшін бұл жай ғана құрылыс емес еді. Бұл өмірдің алғашқы сабағы, ерте есейген баланың ер азаматқа айналар жолындағы алғашқы қадамы болатын. Сол сарайды салған бала кейін өмірдің үлкен сарайын тұрғызды. Ақтөбе теміржол техникумына түсіп, теміржолшы мамандығын меңгерді. Осылайша оның тағдыр жолы теміржолмен біте қайнасты. Теміржол темір мен рельстің ғана жол емес, ол төзімділікті, тәртіпті, қырағылықты, жауапкершілікті талап ететін үлкен мектеп. Берік те осы саланың ауыртпалығын абыроймен көтеріп, Қазақстан теміржолында сан жыл еңбек етті. Әр жылдары түрлі қызметтер атқарып, соңында ПЧМ 40 мекемесінде машинист болды. Алайда адамның ең үлкен байлығы қызметі мен атағы емес, артында қалдырған отбасы. Жары Ақтоты мектепте ұстаздық етіп, өзі теміржол саласында еңбек еткен жарасымды жанұяда 3 перзент дүниеге келді. Нұрдәулет, Перизат, Ердәулет әке жүрегінің 3 бөлшегі өмірінің жалғасы еді. Балаларының жетістігіне қуану ата-анаға бұйырған ең үлкен бақыттың бірі. Берік те
перзенттерінің әр жетістігін жүрегіне медет, көңіліне қуаныш еткен әке еді. Тұңғышы Ақнұр Дәулет қазақ-түрік лицейін алтын белгімен тәмамдап, Алматыдағы Сүлеймен Демирел атындағы университетті үздік бітірді. Бүгінде Малайзиядағы университеттердің бірінде экономика және менеджмент мамандығы бойынша магистратура дипломын алуға дайындық үстінде. Қызы Перизат та мектепті алтын белгімен бітіріп, Ақтөбедегі мемлекеттік медицина академиясын тәмамдады. Ал кенжесі Ердәулет Ақтөбе қаласындағы мамандандырылған физика-математика мектебінің 9 сыныбында оқиды. Бұл жетістіктердің әр қайсысында әкенің маңдай тері, ақылы, тәрбиесі, үміті бар. Перзенттерінің биігін көріп, олардың болашағына сеніп, іштей марқайып жүрген Берік үшін балаларының жетістігі өмірінің ең үлкен марапаты болғаны анық. Қаламызда өткен ұлыларды ұлықтауға арналған қоғамдық шараларға белсене қатысып, ұйымдастырушылық қабілетімен танылды. Қабақ бабаға ас беру ісінде ұйымдастырушылық азаматтық ниеті үшін атаулы төс белгімен марапатталды. Бірақ Берік үшін ең үлкен атақ елдің алғысы еді. Жылдар өтті. Кеше ғана 8 сыныпта жүріп сарай салған Берік 2014 жылы азаматтықтың толысқан шағына жетіп, Ақтөбеден 2 қабатты зәулім заманауи үй тұрғызды. Үйдің айналасын жай ғана аула емес, жайқалған баққа айналдырды. Бір кезде кішкентай қолымен сарайдың қабырғасын қалаған бала енді отбасының берекесін сыйғызған үлкен шаңырақтың иесі болды. Бәлкім сол үйдің әр кірпіші анасына деген перзенттік махаббатпен қаланған шығар. Анашым, әкемнің орнын жоқтатпаймын деген бала күнгі үнсіз серті сол үйдің әр бөлмесінде тұрғандай еді. Әкеден 2 жасында айырылған баласының ер жетіп, ел қатарына қосылғанын, үйлі жайлы болып, бала тәрбиелеп, бақ өсіргенін көру ананың маңдайына жазылған үлкен сый еді. Анасы ұлының азамат болғанын көрді. Оның маңдай термен салған үйінің төрінде отырды. Ауласындағы тал теректің көлеңкесінде демалды. Бірақ анаға ердің жасы 50-ге келген баласының қазасы қалай ауыр тигенін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Кеше ғана шаңырақтың тірегі болып жүрген ұлының енді үнсіз жатқанына ана жүрегі қалай көнсін? Баланың жасы қаншаға келсе де ана үшін ол бала. Берік 10 саусағынан өнер тамған шебер еді. Қойдан бастап түйеге дейін малды жалғыз өзі сойып, қасапшылықтың да қыр-сырын меңгерді. Ағаштан да, темірден де түйін түйді. Қолына алған ісін аяқсыз қалдырмайтын. Еңбек оған міндет емес, мінез еді. Темірге жан бітіріп, ағашқа өрнек түсірген қолдарымен ол өз тағдырын да өрнектеп кеткен екен-ау. Қазақта жігіттің 3 парызы бар: үй салу, ағаш отырғызу, бала тәрбиелеу деген тағылымды сөз қалған. Берік осы 3 парызға да берік болды. Жолдасына адал, ағайынға сыйлы, досқа берік, көпшіл, мейірімді, жаны жайсаң, қайырымды азаматтың болмысы оны таныған адамдардың жүрегінде қалды. Кей адамдардың қадірін қасында жүргенде толық аңғара бермейміз. Ал олар өмірден озғанда күнделікті тіршіліктің арасындағы қарапайым ғана сәттердің өзі қымбат естелікке айналады екен. Бір ауыз сөзі, бір күлкісі, бір көмегі, бір жасаған жақсылығы бәрі сағыныш болып жүрекке оралады. Берік те сондай сағыныш болып қалды. Оның ғұмыры қысқа болды, бірақ қысқа ғұмырдың өзі мазмұнсыз өткен жоқ. Ол отбасының тірегі болды.
балаларына тәрбие берді, елге қызмет етті, ағайынға жақсылық жасады, достарына адал болды. Қолынан келгенше біреуге көмектесіп, біреудің көңілін тауып, айналасына мейірім шуағын шашып өтті. Адамның артында не қалады? Үйі емес, дүниесі емес, қызметі де емес. Адамның артында ең алдымен оның жақсы аты, жасаған жақсылығы, тәрбиелеген ұрпағы қалады. Беріктің артындағы 3 перзенті әкесінің арманын арқалаған, оның тәрбиесін бойына сіңірген ұрпағы қалды. Ақнұр Дәулеттің білімге ұмтылысы, Перизаттың адам жанына араша болар дәрігерлік жолы, Ердәулеттің ғылымға деген талпынысы әкенің өмірінің жалғасы іспетті. Әкенің ғұмыры осылайша перзентімен жалғасады. Адамның байлығы кейде дүние мүлікпен емес, айналасына жинаған жақсы адамдармен өлшенеді. Өйткені уақыт өте келе, мал да дүниеде қалады, ал шынайы достықтың қадірі жылдар өткен сайын арта түседі. Берік те достықты өмірінің үлкен бір қазынасы санаған, досқа адалдықты азаматтықтың айнымас белгісі деп білген жан еді. Берік достарымен бай болды. Оның шаңырағынан қонақ үзілмейтін, ақ дастархан басында әзіл мен әңгіме жарасып, алыстан ат терлетіп келген ағайын мен достың көңілі бір марқайып қалатын. Үйіне келген жанды жатсынбай төріне шығарып, бар ықыласы мен қарсы алатын кең пейіл мінезі оның табиғатына айналған еді. Достықтың да өз жолы, өз жауапкершілігі бар. Берік сол жауапкершілікті жүрегімен сезінетін. Досының туған күні, қуанышы, отбасындағы айтулы сәті болса, жердің шалғайлығына қарамай жолға шығатын. Біреудің қуанышын өз қуанышындай көріп, жақсы күнде жанынан табылуды парыз санайтын. Оның достығы артық сөзге емес, азаматтық іске негізделген достық болатын. Бір дастархан басында бірге отырып, бірге күліп, бірге сырласқан жылдар адамдарды жақындастыра түсті. Сондықтан Берік барда достарының арасында ерекше бір жылылық, өзара сыйластық сезілетін. Кеше ғана әзілдесіп, бірге жүрген азаматтың бүгін орнын үнсіздік басқаны жүрекке ауыр тиеді. Бірақ жақсы адамның бейнесі достарының жадында бірге өткізген күндердің естелігінде айтылған әзіл мен әңгімелермен өмір сүре береді. 50 жыл ғұмырдың әр күніне адалдық сыйып, әр жылына еңбек сыйып, әр ісіне адамдық сыйып тұрса, одан асқан байлық бар ма? Берік өзінің аз ғана ғұмырында осыны дәлелдеп кетті. Өмірдің ұзақтығымен емес, адамға жасаған жақсылығымен бағаланатындығын көрсетті. Бақыл бол, Берік бауырым. Өмірден ерте озсаң да, артыңда өшпейтін із қалдырдың. Сол ізді балаларың жалғар. Жақсы есімің достардың, ағайынның жүрегінде сақталар. Сенің мейірімің мен адамдық болмысың сені таныған жандардың жадында қала бермек. Алла алдыңнан жарылқасын. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын. Жаның жәннатта, рухың пейіште шалқысын.